Қайырлы күн достар, сіздермен бүгін пайдалы, өте дәмді әрі оңай жасалынатын салаттың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ыстық суға кішкене тұз салып, свекланы салып, орташа отта қақпағын жауып, шамамен 30-40 минуттай пісіреміз. Мейіз жұмсақ болып тұру үшін мейізге ыстық қайнаған суды құйып 15 минутқа қалдырамыз. Енді грек жаңғағын майдалап алуымыз керек. Ол үшін видеода көрсетілгендей етіп турасаңыздар болады, немесе досканың үстіне турап алсаңыздар болады. Свекла пісті, енді терканың орташа жағынан өткіземіз. Свекла қолға тисе кетуі қиын, сол себепті мен сияқты перчатка киіп алыңыз. Достар, свекланы міндетті түрде суда пісіруге кеңес етемін. Сол кезде свекла сочный, өте дәмді болып піседі. Қазір бірнеше лайфхактар бар. Свекланы қалай тез пісіруге болады деген, яғни микроволновкада немесе духовкада мен екеуімен де пісіріп көрдім. Дұрыс піспейді және құрғақ болып шығады. Енді салатты жасаймыз. Свекланың үстіне жұмсарған мейізді саламыз және де грек жаңғағын, кішкене майонез қосып, барлығын араластырамыз. Бұл салатқа тұз қоспаймыз, өйткені бұл тәтті салат, тұз дәмін бұзып жібереді. Салат дайын болды, достар. Көріп отырғандарыңыздай, салат өте оңай жасалынады. Өте дәмді әрі пайдалы салат. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Сіздермен болған Назым ас болсын.